Мен 52-ші мектеп лицейінің 9-ші А сынып оқушысы боламын. Бұл мектепте оқығаныма қуанамын, және де бұны мен мақтан қылып айтамын. Себебі бұл мектепте оқушының жетістікке жетуіне жасалатын мүмкіндік өте көп. Ең алдымен осы уақытқа дейін жеткен жетістігім Алланың қалауымен, және де мен осы үшін мектеп басшысы мен ғылыми жоба жетекшіме үлкен алғысымды айтамын. Осы ғылыми жобаның көмегімен мен Көкшетау қаласына тегін жолдама алыптым, және де көптеген достар. Бұл ғылыми жобаға мені әкелген Боқаева Бибайша ұстазыма үлкен алғысымды айтамын. Мені үнемі қолдады. Мен өзіме сенбеген кезде маған сенген жан болды. Біз дәл осымен тоқтап қалмаймыз. Біз алдағы уақытта көптеген жұмыс жасайтын боламыз. Біздің әлі алатын белесіміз көп. Қолсыздық аспанға, жаңа өмір бастауға, жетеміз біз асқарға. Бардадан қолсыздық аспанға, жаңа өмір бастауға, жетеміз біз асқарға. Мен Шымкент қаласы нөмірі 52-ші мектеп лицейінің 8-ші А сынып оқушысы Маштай Алихан. Мен түрлі байқаулар мен ғылыми жобаларға қатысып, көптеген жүлделер алдым. Соның бірі Алматы қаласында өткен Ұлы даланың ұрпақтары атты 48-ші республикалық ғылыми практикалық конференцияға қатысып, жас ғалым номинациясымен марапатталдым. Сондай-ақ Шымкент қаласы Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде өткен заманауи ғылыми даму жағдайында атты оқушылар мен студенттерге және жас ғалымдарға арналған 6-шы республикалық ғылыми тәжірибелік конференцияда бірінші орынмен марапатталдым. Мектеп оқушыларын техникалық бағытта ғылыми жоба жұмысына дайындау, әдістемелік жетілдіру атты семинарын аясында жүлделі бірінші орынды алдым. Ыбырай Алтынсарин атындағы облыстық балалар кітапханасында өткен Сәкен қазақ поэзиясының серісі атты іс-шараға қатысып марапатталдым. Мен сол жетістіктерім арқылы Балдәурен Шымкент лагеріне барып келдім. Бізге қолдау көрсетіп келе жатқан мектеп басшысы Айнұр Жарылқасынқызына, жетекшім Нұржамал Назарқызына алғысымды білдіремін. Байлығын қоса басқалар, бауырым қымбат бәрінен, мен қазақтың ұлымын. Мектеп лицейінің 9-ші А сынып бітіруші түлегі Еркін Қаламқас білім алып жатқан алтынеммен мақтанамын. Осыған дейінгі жеткен жетістігім 52-ші мектеп лицейінің директоры Айнұр Жарылқасынқызына және де аяулы ұстаздарына алғысымды айтамын. Мен 2019 жылы Төрөмұратовтың көптеген байқауларына қатысып, Гордость Республики Қазақстан атты жүлдесін иелендім. Ұлы дала ұрпақтары 48-ші конференцияға қатысып, бірінші дәрежелі дипломмен марапатталдым. Жаратылыстану, IT-технологиялар заманауи әлеміне қатысып, бірінші орын иелендім. Осы жетістікке жетелеген 52-ші мектеп лицейінің информатика пәні мұғалімі Сәуле Әбдіқалыққызына және де Нобель сыйлығының иегері ғылыми зерттеушім Бүркіт Әуезхан Қантөреұлына үлкен алғысымды айтамын. Білім беріп, қолдау көрсеткендеріңізге үлкен рахметімді айтамын. Мен сіздерді әрдайым мақтан тұтамын. Номері 52-ші мектеп лицейінің 8-ші А сынып оқушысы Нұрғалиева Дильназ боламын. Менің бұл мектепте оқығаныма небәрі 2 жыл ғана уақыт болды. Осы 2 жыл уақыт ішінде мен аз да болса бір шама жетістіктерге жетіп үлгердім. Атап айтатын болсам, олар Абай Құнанбайұлының туылғанына 75 жылдық мерейтойына орай әлеуметтік желі арқылы өткізілген Абай қара сөздерін оқу байқауына қатысып, жүлделі бірінші орынмен марапатталдым. Облыстық Ыбырай Алтынсарин атындағы балалар кітапханасында қазақ поэзиясының серкесі атты поэзиялық іс-шараға белсене қатысқаным үшін марапатталдым. Және менің ерекше тоқтала кеткім келетін жеңісім ол Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде өткен заманауи ғылыми даму жағдайында атты оқушылар мен студенттерге және жас ғалымдарға арналған 6-шы республикалық ғылыми тәжірибелік конференцияда бірінші дәрежелі дипломды иелендім. Және мен осы жеңісімнің арқасында Балдәурен Қапшағай республикалық оқу сауықтыру орталығына тегін жолдама алдым. Әрине, мұның барлығы әуелі бір алла, содан соң осы ғылыми жобаға келуіме себепші болған жетекшім әрі сүйікті ұстазым Еркінбекова Әлия Абибуллаевнаның арқасы.
Себебі қобалжығанда жеңдеріме сендірген, қолдау білдірген жалғыз жан осы кісі болды. Сонымен бірге мектеп басшымыз Бимырзаева Айнұр Жарылқасынқызына алғысымыз шексіз. Бұл жетістіктер тек бастамасы ғана. Біз мұнымен тоқтап қалмаймыз. Біздің жетістіктеріміз әлі алда. Мен Тұрсынбаева Аружан, 52-ші мектеп лицейінің оқушысымын. Бұндай мектепте оқығаным үшін қуаныштымын. Балалардың жетістікке жету үшін барлық жағдай жасалған мектепте ұстаздарыма, сынып жетекшіме, мектеп директорымызға алғыс айтқым келеді. Осы жетістіктер үшін бірінші Алланың қалауымен, екінші осы ұстаздардың арқасында жетістікке жетіп отырмыз. Барлығы үшін рахмет айтқым келеді. Самый чистый, самый звонкий, и бегут по теплым лужам босоногие девчонки, и уже других качают наши школьные качели. Школа, школа, я скучаю, как мы быстро повзрослели. А записки с голубками все летят ко мне из детства. Без покорок моя память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно. Школа, школа, я скучаю. Мы учились, мы влюблялись, и с тобой делили тайны. Эти 10 лет промчались, прозвенел звонок прощальный. В сентябре откроешь двери ты совсем другим ребятам. Школа, школа, я не верю, что прошло все без возврата. Мектеп лицейінің 10-шы б сынып оқушысы Саид Бахардың Мұхамбетқызы. Осы уақытқа дейінгі жеткен жетістіктерім үшін мен өзімнің алдиялы ұстаздарыма деген алғысымды білдіремін. Соңғы кезде жеткен жетістіктерді атап өтетін болсам, 2019 жылы республикалық пәнаралық олимпиаданың химия пәнінен 3-ші дәрежелі диплом иегерімін. Оған қоса мен Мұхтар Әуезов университетінде ұйымдастырған 2018 жылы болып өткен жаратылыстану және математика ғылымдар семинарында 2-ші дәрежелі диплом иегері. 2019 жылы болып өткен Мұхтар Әуезов университеті ұйымдастырған заманауи ғылым, ғылыми даму техникалары атты оқушыларға және студенттерге арналған 6-ші республикалық ғылыми конференциясында 1-ші дәрежелі диплом иегерімін. Оған қоса мен Ахмет Перпендиум, Мобайлық және де Шымкент Федерациясы мен Мұхтар Әуезов университеттері бірігіп өткізген үздік спикер жобасында грант иегерімін. Оған қоса мен бірнеше онлайн олимпиадаларға қатыстым, және олардың бірі де бірге НИО олимпиадасы болып табылады. Мен НИО олимпиадасында химия пәнінен 1-ші дәрежелі диплом иегерімін, және де биыл болып өткен Дарын онлайн олимпиадасында мен 2-ші дәрежелі диплом иегері болдым. Қазіргі таңда менің алға қойып отырған мақсатым, яғни химия физика бағытын таңдап, косметология мамандығымен университетке түсу. Менің армандап отырған университетім Назарбаев университеті. Мен биыл өзімнің барлық күш-жігерімді жинап, өзім армандаған Назарбаев университетіне түсуге барлық үлесімді қосамын. Мен 52-ші мектеп лицейінің 11-ші сынып оқушысы боламын. Бұл мектепте білім алғаным мен үшін мақтаныш. Осы мектепте білім алып мен көптеген жетістіктерге жеттім. Бұл үшін әрине мектебіміз басшысы мен ғылыми жетекшіме алғысым шексіз. Мен осы зерттеу жұмысының арқасында көптеген қалаларға, жарыстарға барып, жеңімпаз атанып, бағалы сыйлықтар иелендім. Өз бойымдағы басқа да қасиеттерімді, қырларымды және білімді дара достар таба білгеніме қуанамын.